Қыста рахаттанып жейтін өріктен табиғи шырын дайындаймыз. Дәмі енді өте керемет болады. Дүкендегі шырыннан 100 есе дәмді әрі табиғи шырын. Ол үшін бізге езіліп пісіп тұрған өрік пен абрикосты дәнегінен ажыратып аламыз. Менде мұнда дәнегін алған соң 6 кг жуық өрік шықты. Осыған 7 литр су құйып отқа қоямыз. Қайнағаннан кейін 5 минут қайнатып, отын өлшеміз де блендермен езіп аламыз. Кейін сүзгіштің көмегімен жібінен қабығынан ажыратып аламыз. Бізге өрік шырыны сұйықтау ұнайды, сол үшін тағы 2 литрға жуық қайнаған су құйдым. Көбігін алып, бұрқ етіп қайнаған соң қантын саламыз. Жақсылап араластырып, қайнағаннан кейін 5 минут қайнатып аламыз да ыстық күйінде стерилденген банкіге құямыз. Қақпағын жауып, әдеттегідей әбден суығанша банканы төңкеріп қоямыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына гарантия беремін. Видео пайдалы болса лайк басып, парақшама тіркеліп алыңыз.